әлеуметтік желі қолданушылары, мен Сенғали Ернұр. Бүгінгі сайысқа болашақтың мамандықтары тақырыбында сайыстың ережелеріне сай 3 тілде дайындалдым. Алдағы уақытта 10-15 жылда қазіргі мамандықтар өз маңызын жоғалтып, сұранысқа ие жаңа мамандықтар тізімі пайда болады. Бұл мамандықтар тізімі мыналар: 3D Cruising Developer, Robotics Specialist, Analysis Internet of Things, Digital Linguist, Online Doctor, Mind Fitness Trainer, Manager of Space Tourism, City Farmers. Дрон оператор. Оператор дронов – опытный авиатор, который отвечает за наземное управление БПЛА. Он выполняет управление, составляет план полета, принимает данные с дрона, занимается их обработкой. Болашақта тігіншілер мен тоқымашылар өз маңызын жоғалтып, олардың орнына 3D үлгідегі киім дизайн жасаушылар келеді. Осы суреттерге қарап, бұл мамандықтың қандай екенін көруге болады. Цитата: «Специалист, который все усложняет, работает неправильно, профессионал должен уметь делать вещи простыми». Ричард Брэнсон. Digital Linguist, сандық лингвисттер болашақта роботтар мен жаңа технологияларға адам тілін ұғындырып, аудармашы орнын басады. Археологтер бұрында өте маңызды мамандықтардың бірі болды, ал қазіргі заманда бұл мамандық өз маңызын біртіндеп жоғалтуда. Архитекторлар емес смарт архитект. Олар сызбаны емес, ол дайын макетті программалау арқылы жұмыс жасайды. Суретшілер мен дизайнерлердің орнына гейм-художник, яғни виртуалды әлемдегі кейіпкерлердің суретін салушылар. Менеджер космотуризма, гид-гайд экскурсоводтардың орнын басатын болашақтағы мамандық түрі болып табылады. Назарыңызға рахмет.